Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабақта сен өткен тақырыптарға қатысты әртүрлі тапсырмаларды орындайтын боласың. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде мынадай есеп берілген екен. Қанекей бірге оқиық. Тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған өлең оқудан мектепішілік сайысқа барлығы 84 оқушы қатысты. Бастауыш сынып оқушылары барлық қатысқан оқушының 1/4 бөлігін құрайды. Ал орта буын оқушыларының олардан 16-сы артық. Қалғаны жоғары сынып оқушылары. Сайысқа жоғары сынып неше оқушысы қатысты? Қанекей есепті шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің қысқаша жазылуы былай болады. Бастауыш сынып 1/4 бөлігі белгісіз, орта буын белгісіз, бірақ бастауыш сынып оқушыларына қарағанда 16-сы артық, ал жоғары сынып белгісіз. Барлығы 84 оқушы. Ал енді шығару жолына тоқталайық. Бірінші, бастауыш сынып оқушылар санын табамыз. Ол үшін 84-ті 4-ке бөлеміз, сонда 21 оқушы екен. Енді орта буын оқушылар санын табайық. Ол үшін 21-ге 16-ны қосамыз, сонда 37 оқушы шығады. Енді орта буын және бастауыш сынып оқушыларын бірге тауып аламыз. Ол үшін 21-ге 37-ні қосамыз, сонда 58 оқушы. Енді жоғары сынып оқушыларды табу үшін 84-тен 58-ді азайтамыз, сонда 26 оқушы болады. Есептің жауабы сайысқа жоғары сыныптың 26 оқушысы қатысты. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда мынадай сомалар берілген. 887 теңге, 850 теңге, 536 теңге, 215 теңге. Көрсетілген соманы жинау үшін қандай қағаз ақша мен монеталарды алу қажет? Осыған байланысты өрнектерді құрастырып, оларды жазуың керек. Ал балақай, бірге тексерейік. Біріншісі 887 теңге. 887 теңгені алу үшін бізге 500 теңге, 200 теңге, 100 теңге, 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге және 2 теңге керек. Сонда осындай өрнек құрастырады екенбіз. Келесі 850 теңге. Оған мынадай өрнек жазамыз. 850 тең, 500 қосылған 200, қосылған 100, қосылған 50. Келесі 536 теңге. 536 теңгені алу үшін бізге 500 теңге, 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге және 1 теңге қажет. Сонда осындай өрнек құрастыра аламыз. Келесі 215 теңге. Сонда мынадай өрнек жазамыз. 215 тең, 200 қосылған 10, қосылған 5. Сен бұл тапсырманы басқа нұсқаның да көмегімен шығара аласың. Бұл тапсырманы жақсы орындадың деген ойдамын. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда теңдеулер берілген. Оқиық. Y пен 54-тің айырмасы тең 497 мен 180-нің қосындысы. Және 370 пен X-тің қосындысы тең 930 пен 265-тің айырмасы. Қанекей теңдеулерді шеш. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші теңдеуде бірінші болып қосынды орындалады. 497-ге 180-ді қосқанда 677 шығады. Сонда осындай жай теңдеу шығады. Бұл жерде Y-ті табу үшін 677-ге 54-ті қосамыз. Сонда Y-тің мәні 731-ге тең екен. Енді бірге тексерейік. Ол үшін Y-тің орнына 731-ді қоямыз. Сонда екі жақтағы өрнектер бір-біріне тең болып шықты. Яғни 731 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Келесі теңдеу, бұл жерде бірінші болып айырма орындалады. 930-дан 265-ті азайтамыз. Сонда 665 шығады. Бұл жерде X-ті табу үшін 665-тен 370-ті азайтамыз.
сонда x-ің мәні 295-ге тең екен. Енді тексерейік, x-ің орнына 295-ті қоямыз, сонда екі өрнек бір-біріне тең болып шықты. Яғни 295 деп тұрған мәніміз дұрыс шықты. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамызда мынандай есеп берілген екен. Мереке кезінде әуеге 190 жасыл от шашу, одан 110 артық қызыл от шашу жіберілді. Әуеге барлығы неше от шашу жіберілді? Қанекей, есепті шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің қысқаша жазылуы былай болады. Жасыл от шашу 190, қызыл от шашу белгісіз, бірақ жасыл от шашуға қарағанда 110 артық, барлығы белгісіз. Есептің шығару жолы былай болады. Бірінші, қызыл от шашу санын тауып аламыз. Ол үшін 190-ға 110-ды қосамыз, сонда 300 от шашу шығады. Енді барлығын табу үшін 190-ға осы 300-ді қосамыз, сонда 490 от шашу шықты. Есептің жауабы әуеге барлығы 490 от шашу жіберілді. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен өткен тақырыптарға қатысты әртүрлі тапсырмаларды орындадың. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.